Баршаңызға сәлем. Картоп пісірмесін бұқтырылған етпен бірге дайындау үшін ең алдымен 2 жуаны помидорды және бұқтырылған етті ұсақтап турап майға барлығын қуырып аламыз. Помидорды қуырғанда томатты 1 қасығын қосып жібердім. Және де алдын ала дайындалған картоп езбесін арнайы тавасына салып, май жағып астына 1 слой бетіне жаңағы езбеміздің бұқтырылған еттің өзін саламыз. Ұнатсаңыздар горохты қосуға болады. Одан кейін бетіне қайтадан картоп пюресін саламыз. Оның үстіне тағы да жаңағыдай дайындалған салмамызды, яғни бұқтырылған етті салып, бетін сырмен әдемілейміз. 15-20 минутқа духовкаға салып аламыз. Дайын болған соң жеп қараңыздар, өте дәмді картоп езбесі. Сау болыңыз, сіздермен бірге Балғайша.